Трассада келатқанда байқаймын, жазда енді ладно, ондай қатты немес. Күн салқындай бастады. Құдай үшін заправка ұстап отқан адамдар, туалеттеріңді ашып қойыңдаршы. Бір суын жүргізіп, канализациясын уақытында толтырып, сосын екі сменшікке де кілт беріп кетіңдерші. Екі сменшікте де кілт болсын, дубликатын ішке іліп қойыңдаршы, запаскасын. Постоянно осылай, то сменшік кілтті алып кетеді, то жаңағы канализациясы толып кетеді, то жаңағы су болмай қалады, тағы бірдеме. Міне Гелюске келіп тұрмын, тағы да туалет істемейді. Далаға шығып, жуынып, сөйтіп, в общем, ұйқымызды ашып атырмыз. Солай. Қолдан кеп, көбіне Қазмұнайгазда қазақ ойл ғой қазіргі. Сода көп ол байқалмайды. Гелюс пен Синойлда сондайды көп байқаймын. Сосын мынандай бір тағы да ол плюс енді бір шелекпен не валик қойып қойсам, мынандай лобовойдағы кетпейтін шыбын шіркей жабысып қалған ғой. Соларды бір кетіретін валик болса, заправка ұстап отқандарға, құлақтарына алтын сырға, егер көрсе осы видеоны. Ең бірінші очередь тек қана заправка емес, потребность тоже. Туалет бір дубликат, бір кілтті ішке іліп қойыңдаршы, құдай үшін. Мына Гелюста канализациясы толып кеткен, оның алдындағы Синойлда сменшік кілтті алып кеткен. В общем, солай қиналып қоятыр далаға шығып.